Құрметті әлеуметтік желі тыңдаушылары, құрметті АЖТV кентінің тұрғындары, біз бүгін тікелей эфирде осы АЖТV кентінің санитарлық жағдайына байланысты эфирге шығып отырмыз. Қазіргі таңда АЖТV кентінде контейнермен қатты қалдықтар салатын контейнермен жұмыс жасап жатқан көркем сервис мекемесі. Қазіргі таңда біздің тұрғындарымыз сол мекемемен тікелей келісімшартқа отырып контейнермен қамтамасыз етіп отыр осы мекеме. Және де кәсіпкерлерімізді және заңды тұлғаларымыз мекемеде. Қазір осы эфирде өзімізбен бірге сол мекеменің басшысы Дәулетбек Жақпаев Махамбетұлы мырза қатысып отыр. Дәулетбек Махамбетұлы, қазіргі таңда бізде АЖТV кенті бойынша қанша тұрғын сізбен келісімшартқа отырып отыр, және кәсіпкерлер, неше кәсіпкер және неше заңды тұлға, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Рахмет. Біріншіден АЖТV кенті бойынша сол 2014 жылдан бастап жұмыс істеп жатырмыз. Көбінесе санитарлық тазалау, бүгінгі таңда бұл кенттен сенімді басқаруға, электрондық портал арқылы алған 600 контейнер бар. Ол кейіннен тағы да 100 контейнер қосылды. Өзіміздің дайындаған 200-ге жуық темір контейнер, яғни кент бойынша 9-ға тарта темір, яғни сыйымдылығы 0,75 сантиметр тұрмыстық қатты қалдықтарды салатын контейнерлер бар. Соның 632-сі кент тұрғындарына қызмет жасап тұр. 80-і яғни кәсіпкерлерде тұр, әртүрлі базар, торговый сауда орындары, дүкендер. Сондықтан сонда 80-і тұр, сосын заңды тұлғалар бар бізде мекемелер, яғни жол ауруханасы, түрлі аурухана қызмет жасап тұрғанбыз. Заңдыларды сонда басаяғы бізде қазір 800-дің үстінде темір контейнер пайдаланып тұр. Оған 2 арнайы техника серіктестік 2015 жылы біреуін сатып алған, осы бағытта жұмыс істеу үшін өзін жұмысын жандандыру бағытында. Сөйтіп 2018 жылдың қаңтарында тағы 2-ші жыл. Бұның бәрі лизингке алынған. Сол арнайы техника қызмет жасайды. Сондықтан енді оның өзінің спецификасы бар, яғни өзі арнайы техниканы арнайы міндетті жүргізуші болу керек. Техника өте сложный техника, сондықтан ол плавойның бәрі механизм. Осы екі техника қызмет жасайды, тұрғындарға, кәсіпкерлеріміз бар, заңды тұлғаларымызға басаяғы сол кәсіпкерлермен заңды тұлғаларға апта сайын барады, оның өзінің арнайы тарифтері бар. Жеке тұрғындарға, яғни айына 3 рет алады, әр 10 күн сайын. Етіп 2,5 мың теңгеден айына ақылы қызмет жасаймыз. Міне осы бағытта жұмыс жасалып жатыр. Бірақ енді бүгінгі таңда бізді қолда бар контейнердің бәрін халыққа таратып бердік. Тұрғынымыз бар, кәсіпкеріміз бар, тұлғаларымыз бар. Одан бөлек қосымша полиэтилендік пластик контейнерлер бар. Сыйымдылығы 120 литрлік. Онда біз басқа 400 деп лот бойынша түскенбіз, бірақ біздің алдымызда алған кәсіпкерден 358 ғана қабылдадық, көз жарамсыз болған түрлі себептермен оның ақысы бар. Біз оның үстіне өз күшімізбен тағы да 120 пластик контейнер сатып алып, осы бүгінгі таңда 475 пластик контейнер тек тұрғындарға қызмет жасайды. Яғни олар үйлерінде, аулаларында тұрады. Соған біз қызмет жасаймыз. Оның бағасы 1700 теңге аптасына 1 рет алынып тұрады. Осындай жұмыстың өзінің қиындықтары барады, механизм болатын арасында бұзылады, бір жарым кешігетін уақыттарда болады, жасырын емес. Бірақ айта кетуіміз керек, тұрғындардың өзара кейбір кезде 2 үй бірігіп алады, бағасына қарай темір контейнерді бірігіп алған үйлерде шамалы қиындыққа туады. Яғни әсіресе мына көп қабатты үйлерде 2%, 3% бірігіп алғаннан кейін бұл айтқан 10 күніне жетпей 5-6 күнде сыртына шығып елдің мазасын кетіреді, оның арты бізге сөз келеді.
осындай қиыншылықтар бар. Құрметті қатысушы азаматтар. Түсінікті, рахмет, Дәулетбек Махамбетұлы. Енді осы қазіргі таңда біздің кенттің тұрғындарынан осы контейнер алаң жүйешілердің саны көбеюде. Сізде қазіргі таңда оның қамтамасыз етуге қандай мүмкіндігі бар? Енді қазір бізде оны қамтамасыз ететін мүмкіндік әзірге жоқтың қасы, өйткені материал қымбаттаған біріншіден, екіншіден қазір серіктестіктер ол алған сенімгерлік басқару алғанда да, я болмаса әлемдік алғанда да контейнерлерді оған қызмет жасайтын жаңағы арнайы техниканың күші келмейді. оның өзінің мүмкіндігі шектеулі. Ол су жаңа кеше келген машина бола берсін, арнайы техника болды. 15-ші жылы мен 7,5 миллион теңгеге алғанбыз серіктестік. 18-ші жылы қаңтар айында ол 15 миллион теңге болды. Енді одан бері 3 жыл болды неге? 3 жылға кетті. Ол қазір 16-17 кетті ма, оны сатып алып барғаннан кейін бар, ол алмасы кезі бар. Әрмен қарай дамытып, сөйтіп контейнерлік санын көбейтіп, тұрғындарға жалпы кәсіпкерлер болсын, бәріне қызмет жасап, ауданымыздың орталық әдейі кентінің тазалығына бет бұрыш жасаудың бір жолдары болды. Оны өткен жиналыста Қайрақбай Жасыбаевмен де айтқанбыз, азаматтарға ұсыныс жасағанбыз. Мүмкін енді қолдау табар өткенде мәслихаттың тұрақты мәжілісінде сөз болған екен. Сондықтан осы мәселелерде келешектің үндесінде жағдай болсаңыз, пока біздің серіктестіктің қолдау мүмкіндігі жаңағы екі арнайы техника, ол ешкім оны көтеріп салмайды ол темір контейнер, сондықтан арнайы техникаға жұмыс істейді. Сонымен ғана көтеріледі. Түрлі жағдай бар. Ішіне біреулер құрылыс заттарын салып қояды, тұрмыстық қатты қалпында, біреулер шифр салып қояды, біреулер әйнек салып қояды, біреу қорасында мен ол ішіне күл салмасам, оның малымның қиын салмасам, неге алдым дейді. Сіз договордың бас жағын оқыдыңыз, аяқ жағын оқысаңызшы дейміз. Онда арнайы көрсетілген, арнайы тұрмыстық қатты сатып арналған. Ол оны артық салмақты көтермейді механизм, өзінің бас аяғына зақым келіп, ол міндетті түрде бір күн, екі күні жөндеу кетеді. Ол күні біз кемінде жаңағы бір күнде алатын 60-65 контейнердің ондай 2 күн ремонтқа тұрса, сіз 30 контейнер алмай қалып, өзінің уақытынан кешікпеген, значит, тұрғындардың арасынан наразылық келеді. Тұрғындардың кәсіпкерлер арасында бар. Сондықтан біз уақытында алу үшін сол екі арнайы техниканың мүмкіндігін шектеулі ғана жаңағы 850 контейнерге қызмет жасап отырмыз. Нені пластик контейнерді әдейі көбейтуге болады, ол кезде механизмді көбейтеді, ол қолмен жұмыс істейді. Қолмен тиімді, жұмысшылардың күші мәселесі. Осындай біздің ішкі жұмыстарының жағдайы. Рахмет. Енді құрметті әлеуметтік желі тыңдаушылары, құрметті жекелеген тұрғындары, өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген мәселеге байланысты осы контейнермен жұмыс жасап отқан көркем сервис мекемесінің басшысы толықтай сол мәселеге байланысты жауабын берді деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден енді құрметті жекелеген кентінің тұрғындары, тазалық өзіміз үшін керек біріншіден. Тазалық денсаулық кепілі дейміз. Құрметті кент тұрғындары, бізде қазіргі таңда кенттің санитарлық тазалығына байланысты жұмыс жасап отқан мекеме қызметкерлер таңғы 6:30-нан бастап осы кенттің көшелер бойындағы осы тұрғындардың тастаған қатты қалдықтарын жинайды. Сағат 9-да біздің кейбір тұрғындарымыз, кейбір азаматтарымыз, азаматшаларымыз жұмысқа кетіп барады, жаңа пакетін көшеге беріп кетіп жатады. Осы мәселені біз өзіміз тазалықты әрбір тұрғын өзінен бастаса, біздің кент АйтЖКБ кенті тап-таза, әсем қалаға айналған болады. Сондықтан мен құрметті кент тұрғындары тағы да баршаңызды осы тазалыққа бір кісідей атсалысуға және осы пандемия кезінде санитарлық талаптарды орындауға шақырамын. Тазалықты бірге сақтауға атсалысайық құрметті ағайын.